Мен Петропавл қаласы химия-биология бағытындағы Назарбаев зияткерлік мектебінің 10-шы сынып оқушысы Қабдолла Мадина «Ұлы даланың маржан жырлары» атты жыр эстафетасын жерлес ақын Мағжан Жұмабаевтың «Батыр баян» поэмасына арнаймын. Жас ноян қызды көріп, от боп кетті. Көздері қызыл жалын шоқ боп кетті. Жер мен көк, ай, жұлдызды тұман басып, бір қыздан басқа нәрсе жоқ боп кетті. Келді де қызға жалын сөздерімен шығарды жан ұшырып іштегі өртті. Бір күйі, бір суыны, бір елжіреп, бір есе жас баладай жасын төкті. Өртемей отты жүрек қоймақ бекен. Тақады сұлу қызда бетке бетті. Қыз сонда «Ноян бауырым, кебем» деді. Мен сенің сүйгеніңе сенем деді. Сүйемін мен де сені, тәңірі куә, тән түгіл жаным саған берем деді. Нояным, бірақ сенен қалауым бар, деді де сұлу ойға тереңдеді. Сұлудың сырға толы торғын бетай, бетінде ешбір толқын көрінбеді. Біраздан көздеріне жас мөлдіреп, жас сұлу жылап тұрып күлімдеді. Қыз сонда «Қалауым бар, ноян батыр, адасқан ақ қоғыстай мен бір пақыр. Арқанын ару боп жүрсем дағы, алыста туған, өскен жерім жатыр. Өткізген балаусадай бөбек күнім, барқыттай белес-белес белім жатыр. Айбынды арыстандай құмда кезген, күңіреніп қалың қалмақ елім жатыр. Барқыт бел, қашқан қалмақ қалсын адыра, ата-анам, айым менен күнім жатыр. Ер баян біздің елге барған еді. Көп қойға көкжал ойран салған еді. Бөбегін шырылдатып ап кеткенде, ата-анам жылап, зарлап қалған еді. Сорланам көкірегін көкке сауып, қан жылап менен бір ант алған еді. Ол анты елдің шетін, анам бетім бір көрмей, қозым ерге барма деді. Анама сөзім анау, өзім мынау, жас ноян, жүгінемін ер деп сені. Мен «Ұлы даланың маржан жырлары» атты жыр оқу эстафетасын Шоқан Уәлиханов шаңырағына бердім.